Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауықтың төс етімен дайындалатын салат жасаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны баса кетіңіз. Бірінші асылған тауықтың төс етін төрт бұрыштап турап алып, бір ыдысқа салатын боламыз. Одан кейін консервіленген ананасымызды төрт бұрыштап турап аламыз. Тауықтың төс еті құрғақ болғандықтан ананас қоссақ сочность береді. Керек заттардың барлығын астында описанияға толық жазып кетемін. Ананасымызды да турап бір ыдысқа салатын боламыз, және асылған жұмыртқаны да дәл осылай төрт бұрыштап тураймыз. Барлық заттарымыз дайын, енді салатымызды жинаймыз. Тарелкамызға ең алдымен тауықтың төс етін салып, жақсылап майонез жағатын боламыз. Оның үстінен ананасымызды саламыз. Әр қабатқа майонез жағылады. Ананастан кейін жұмыртқаны саламыз. Одан кейін консервіленген бұршағымызды салып, майонезді жақсылап жағамыз. Және бұршақтың үстінен картошка пайымызды саламыз. Картошка пайдың үстінен де кішкене майонез жағып, бетін қалыңша әрлейтін боласыз. Осымен дәмді әрі тойымды салатымыз дайын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.